баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз шайға осындай өте қарапайым, тез дайындалатын пирог дайындайтын боламыз. Менің арнамда түрлі рецептер бар. Подписаться кнопкасымен қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Пирогтың жасалу әдісі өте оңай. Белгілі мөлшердегі ингредиенттерді бір-біріне қосып араластырамыз, яғни ұн, қант, сұйық май, сүт, 2 жұмыртқа және де разрыхитель, яғни қопсытқышты қосып, барлығын белгілі бір масса пайда болғанша жақсылап араластырамыз. Ингредиенттердің мөлшері описанияда жазылып тұр. Осындай қою, видеодағыдай қою масса болғанша барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Кейін осы массамызға формаға салатын боламыз, яғни формамыздың түбін және жан жағын сұйық маймен жақсылап тұрып жағып аламыз. Содан кейін жаңағы мөлшерде берілген қамырымызды салып, жан жағын жайып аламыз да бетіне тосап, яғни варенье жағатын боламыз. Қою варенье болса өте керемет узорлар шығады. Менікі сұйық болып кетті. Осындай қылып түрлі узорлар жасап аламыз да 180-200 градуста беті қызарғанша жақсылап тұрып пісіріп аламыз. Духовкаңыздың қызарғанына байланысты пісіресіздер, яғни менікіне жарты сағат кетті. Осындай өте керемет дәмді пирог шығады. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.